Достар, бұл видеоны көргеннен кейін инвестициялауға бір қадам жақынырақ боласыздар. Себебі бұл видеода брокерлік шотқа қалай ақша аударуға болатындығы жайлы айтатын боламын. Егер сізде әлдеқашан брокерлік шот ашылған болса, бірақ әлі шотыңызға бағалы қағаз сатып алу үшін ақша салынбаған болса, осы видеоны соңына дейін көрулеріңізді ұсынамын. Бұл видеода тек Freedom Finance брокерінің шотын толықтыру туралы айтатын боламын. Егер сіздерді басқа брокерлер қызықтыратын болса, төменге комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Freedom Finance брокеріндегі шотыңызға ақшаны 3 түрлі жолмен аударсаңыз болады. Ең қарапайым бірінші жолы ол Freedom Finance банкіне барып толықтыру, яғни банкке барып өзіңіздің шотты толықтырғыңыз келетіндігі және қандай валютада толықтырғыңыз келетіндігін айтасыз. Толықтыру үшін ешқандай комиссия жоқ. Ақша әдетте бір жұмыс күні ішінде келіп түседі. Достар, келесі толықтыру түріне көшпес бұрын, егер видео ұнап жатса, алғыс ретінде лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Жаңа көрермен болсаңыз, басқа да инвестиция жайлы қызықты ақпаратты жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қой. Брокерлік шотты толықтырудың екінші жолы ол Freedom Finance'тан инвесторлық карта ашу арқылы. Карта инвест карта деп аталады. Ол картаны онлайн ашуға болады. Ол үшін келесі сілтемеден өтуіңіз керек. Сілтемені жеке видеоның астына қалдыратын боламын. Картаны ашу тегін және сізге банк қызметкерлері картаны тегін жеткізіп береді. Енді брокерлік шотты толықтыру үшін осы инвест картаны толықтырсаңыз болды. Ал инвест картаңызға ақшаны басқа банктың картасынан аударсаңыз болады, немесе Freedom Finance банкоматы арқылы толықтыруға болады. Картаны сонымен қатар банк бөлімшесінде де толықтырсаңыз болады. Егер Freedom Finance бөлімшесі арқылы толықтырсаңыз, онда ешқандай комиссия жоқ. Ал басқа банк арқылы толықтыратын болсаңыз, сіздің ақшаңызды Freedom Finance банкіне жіберетін банк комиссия алу мүмкін. Комиссия көлемі жіберетін банкке байланысты. Картаны толықтырған кезде ақша бірден D-шотқа келіп түседі. D-шот ол сіз шетелдік биржаларда инвестициялауға шот ашқан кезде бірден ашылады. Енді картаға түскен, яғни D-шотқа түскен ақшаны инвестиция жасау үшін сауда-саттық шотына қолданба арқылы аудару қалды. Ол үшін сіз бірінші TraderNet қолданбасына кіресіз. Кіргеннен кейін қолданбаның оң жақ төменгі бөлігіндегі меню деген батырманы басасыз. Сізде келесі бет ашылады. Осы тізімнен сіз выбор счета дегенді таңдауыңыз керек. Осы батырманы басып кірген соң келесі парақша ашылады. Бұл жерден сіз накопительный счет немесе D-шот бөлімшесін таңдайсыз. Кейін қайтадан менюге кіріп, сол тізімнен неторговое поручение батырмасына басасыз. Батырманы басқаннан кейін сізде келесі бет ашылады. Осы жерде перевод между счетами дегенді таңдап, қауіпсіздік сессиясынан өтуіңіз керек. Бұл бетте өзіңіздің қалауыңызға қарай ақпаратты толықтырасыз және сумманы көрсетесіз. Және счет получателя деген жерде өзіңіздің инвестициялық шотыңыз тұрғандығына көз жеткізіңіз. Ақпаратты бір тексеріп, подтвердить батырмасын басыңыз. Осыдан соң аударған ақша сіздің инвестициялық шотыңызға келіп түседі. Бұл үдеріс ұзақ болып көрінгенімен, шын мәнінде өте оңай әрі жылдам. Соңғы толықтыру түрі көпшілікке ыңғайлы болады деп сенемін. Себебі бұл еліміздің кез келген нүктесіндегі адамға қол жетімді әрі жылдам. Ол да TraderNet қолданбасы арқылы жүзеге асады. Ол толықтыруды жүзеге асыру үшін қайтадан TraderNet қолданбасынан меню бөлімшесіне кіреміз. Тізімнің ең басында «Пополнить счет» деген батырманы басамыз. Осыдан кейін қолданба шотты қалай толықтырғыңыз келетіндігі сұрайды. Егер банковским переводом дегенді таңдасаңыз, банк реквизиттері шығады. Сол реквизиттер арқылы кез келген банк бөлімшесінен толықтырсаңыз болады. Алайда бұның өз комиссиясы бар. Ал егер сіз банковской карта дегенді таңдасаңыз, келесі бет ашылады. Бұлай толықтыратын болсаңыз, шотыңызды кемінде 10 000 теңгеге толықтыруыңыз керек. Және де басқа банк картасы арқылы толықтыратын болсаңыз, салынған суммадан 2% комиссия төлейтін боласыз. Ал Freedom Finance картасы арқылы толықтыру үшін ешқандай да ақша алынбайды. Енді картамен толықтыру үшін
Төменде көрсетілген бос ұяшықтарға өзіңіздің картаңыз туралы ақпаратты көрсетесіз. Карта міндетті түрде сіздің атыңызға тіркелген болуы керек. Олай болмаған жағдайда операция жүзеге аспайды. Ақпаратты толықтырып болғаннан кейін пополнить батырмасын басасыз. Осы кезде сіз көрсетілген картадан ақша автоматты түрде арылынып, брокерлік шотыңызға аударылатын болады. Назар салып, видеоны соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Видео сіздерге ұнады және пайдалы болды деп сенемін. Видеоға лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Рахмет.